Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бұл до конца шоу. Барлықтарыңызға белгілі, мен асабамын, ал асабалар предоплатамен жұмыс жасайды. Осы шоудың предоплатасы болсын. Лайк басып, комментарий жазып жібер. 5 секунд уақыт берейін. Басылды ма? Олай болса, біз бастаймыз. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, бұл до конца шоу. Менің есімім Саламат Шылқыбаев. Біз шоуды бастаймыз. Ол до конца барады. Ол қалай до конца? Пловпен бүткіл Қазақстанға до конца тәтті екенін дәлелдеп, до конца мойындатып, өзі істеп, можно добиться, қойған мақсатқа жетуге болады мойындатқан Макс брат. Құрмет, қошемет. Абдушин, қош келдік. Сразу лайк басып, коммент жазып, каналға жазылып қоямыз. Сразу. Өте дұрыс, брат, қош келдің. Көргеніміз өте қатты қуаныштымыз, уақыт бөліп бергеніңізге. Ол легенда, дауысы легенда. Легенда, адамның рухын көтеретін әндермен. Там тау адам мен тау адам Маченский, достар! Қош келдің, брат, от души, от души. Өте қатты қуанышты. Қаттысың ғой. Мощқы кәдімгі. Уже кәдімгі. Типажыңыз айтып тұр, до конца ғой кәдімгі. Неге бір қошеметке поддержка бермеске? Жігіттер, қош келдіңіздер, көргенімізге қуаныштымыз, уақыт бөліп келгендеріңіз. Енді до конца болған, өмірде до конца история болады, до конца жету. Енді сіздер енді халық алдында жүрген азаматсыздар, братан, надо чего-то дәлелдеу керек біреуге кейде, бір нәрсе көрсету керек, сол үшін до конца бару керек кейде болады ситуация. Давай содан бастайық. Өмірде барған до конца ситуацияңыз. Ситуациям до конца барған, негізі менің екінші атым до конца бар. Мақсаттың аты до конца бар. Негізі перевод ма? Араб тілінен аударған кезде? Мақсат деген до конца деген сөзді білдіреді. Білмеймін, өмірде ең үлкен ерлігім, менің ойымша, мен әйеліме предложение жасау болған шығар. Өйткені мен 30-дан кейін үйлендім. 30-дан кейін үйлендім. До конца жүрдім. До конца жүрдім, да, до конца жүрдім, қыдырып, қаңғырып, үйдегілер. Менің жолымды берсін саған. Сөйтіп, сол андай, менде страх болды, қалай болады екен ол қызбен кездесу деген сияқты, қалай болады екен семья құру деген, енді үлкен жауапкершілігі ол. Сөйтіп, енді жаңағыдай бүкіл батылдығымды жинап, до конца барғаным бар. Сөйтіп, әйеліме предложение жасаған кезде қалай ол Астанада Инстаграмнан таныстық. Сөйтіп, бір жыл чисто переписка болды. Сөйтіп, мен оны Алматыға шақырып алдым. Өзім бармадым, шақыртып алдым. Сөйтіп, клубта кездесіп, үйтіп, короче, ол 2 рет билетін ауыстыртып, сөйтіп, в общем, басталды, и 3 айдан кейін предложение жасадым. Предложение жасаған кезде неге бардық, ана санатория Алатауда парк бар ғой. Сол кезде, паркқа барып, Сақинамды қалтаға дайындап қойғам, сөйтіп жүріп, скамейкаға отырып, ұйықтап қалыптым, короче. Ұйқыдан тұрсам, короче, аяғымда ұйықтап қалғанмын ғой. Ұйқыдан тұрдым да сразу, давай кеттік дедім. Сөйтіп, до конца барғаным бар. Ұйқыдан тұрсам, уже 30-да кейін, асасынан дады уже 40-тан өзгеріп өткен. Красавчик, бір қошеметте жағалап тапқан. До конца. Братан, сіздің до концаңыз. Мен не айтам, мен бойдақпын, біріншіден. Мен ойлаймын, любой өнер адамы, осы халықтың алдына шығып жүрген, до конца барған адамдар деп ойлаймын. Так что, қазір енді бастап келе жатқан, әлі темада жүрген кісілерге ешқашан тоқтамаңыздар, до конца барыңыздар, көріңіздер, шыға ма, шықпай ма. Осындай мотивация. Өте әдемі. Сосын сізге де андай, мен бойдақпын деп до конца жүріп қал жоғынан. Все, короче, мына браттың жолын берсін. Аумин. Братан, красавчик, от души. Так, до конца мен таныстық. Бұл до конца шоу. Бұл жерде біз танымал жұлдыздардың әлеуметтік желіде қаншалықты батыл екенін тексереміз. Ойын шарты: қонақ таңдаған тапсырмаға байланысты ыңғайсыз, ұятты сторис немесе пост салуы керек. Тапсырма орындалмаған жағдайда тағы 2 таңдау бар. Ол әдеттегідей коктейль немесе құпия тапсырма. Орындалған тапсырмалары арқылы бағдарлама соңында кім до конца, кім батыл екенін анықтаймыз. Көрдіңіздер ме? Вообще до конца көрдіңіздер? Мен бастап көрді ма Нұрболхан мен Қайраттың көрісін? До конца көре алмадым. Мен до конца көріп шықтым. Братан, красавчик. Вообще, братан. Қайраттан жақсы көрем еще. Ол да до конца ма жатады дейді. Бір очкомыз кетіп отыр. Кімнен бастаймыз? Маке, өзіңізден бастайық.
Мен неге трубканы көтердім ол күні? Бесінші тапсырма. Сонымен бесінші тапсырманы оқимыз. Бізде бесінші тапсырмада не бар? Бесінші тапсырма. Сторис салу керек болады, Макс братан. Сторис салу керек. Енді мен ойымша, сізге мынандай сторис сала салу өте оңай деп ойлаймын. В принципе, достарыңыз, араласатын адамдар. Жахан мен Дәурен Айдарқұловты белгілеп, отметкілеп, Джиги Күйшуда новый поступление болып жатыр. Осы партия качественно деп жатыр. Осы партия качественно деп жатыр деп салу керек болып тұр. Жасамасам ше. Макс братан, былай ғой, мынаны жасасаңыз 5 ұпай аласыз қазір. Бұрын сіз коктейлдің құрамын біліп алсаңызшы. Коктейлдің құрамы қандай, Радой? Жоқ, ол уже мына кісі дайындалған. Бір рецепт па коктейлде? Бір рецепт қазір айтамын. Қазір не істейміз, Мәке? Осы жерден бастаймыз. Братан, саламыз ба? Давай, салсақ, ұят болмай ма? Негізі бірінші сезонда негізі ұят болып қалар, андай. Айдарқұлов мен түсінеді. Жахан білем, түсінемін. Ол еще Қытайда. Қытайда? Ол Қытайда. Қытайда Инстаграм ұстамайды. Жоқты, пока ұрып алайық, сосын удалить етіп тастаймыз. Ладно, кеттік. Давай, кеттік, все, кеттік. Саламыз ба, братан? Саламыз, Точно? салып көрем. Давай, просто түсіріп көрейін. Да, давай, түсіріп көрейін. Так, жігіттер, жаңа жылдың қарсаңында Кешью тобына жаңа поступление келіп жатыр дейді. Үлгеріп қалыңыздар. На этот раз жақсы, качественный дейді. Пока не поздно, залетаем. Мынаны саламыз ғой, білесіз ғой? Мынаны саламыз ғой, отметь етіп саламыз. Прямой солар қарайды ең бірінші. түсінеді деп ойлаймын. Мен ойша түсінеді, Дәурен түсінеді. Жахан бұрын Потому что 100% юморист, КВНщик. 100% түсінеді. Жахан да человек с юмором. Кешьюдің аккаунты бар ғой, иә? Бар ма? Бар. Көш әлі бар ма не? Олар ұрпақтан ұрпаққа қалдыра береді. Не ма, семейный не ма? Традиционный. От матери дочери. От бабушки немересіне и бракаун. Сал жібет. Кетті. Сал жібет. Серьезно? Сал жібет, братан. Где шапалақ? Люди в шоке! Міне до конца. Міне до конца. Курик. Груз етіп атқан кезде блокқа салып тастасаңыз, ол груз етіп салынбай қалады. Загрузка. Қазір салынады. Жоғары көтерсеңіз тез салынады. Әлдеге бағамыз. Кешью тобы отметь етілген. Салынды. Считайте. Салынды. Представляете? Набыраңыздар, достар. Макс, братан, до конца. До конца. Қошемет! Даже ең басталады. Ең ұрзалады. Ал. Давайте. Уже интрига. Братан, кеттік Маченский таңда. Үшінші. Номер 3. Үшінші тапсырмада. Бізде не бар? Так, киноға түсуге шақырса барысыз? Конечно. Сондай күтіп жүрсіз ба? Мен негізі әнші емес, актермын ғой негізі. Негізі мамандық бойынша ма? Музыкалық драма театрының әртісімін мен негізі. Уже Жахан звондап отыр. Қытайдан ба? Уашише десе. Енді егер мынадан кейін, мынаны салсаңыз, киноға деген карьера бітуі де мүмкін. Немесе аяқ асты лап етіп басталып кетуі мүмкін. Интриговать етпейік, бастаймыз. Нұрлан Қоянбаевты белгілеп, өте мықты қазіргі таңда продюсер. Сізді «Бизнес по-казахски» фильмінде Рамазанды через постель алды дейді, сол рас па деп отметь етіп салып жүру керек. Ана кинолар задайлар бар ғой. Уақыт жоқ, менде кездесуім бар қазір. Біріншіден, Нұрлан... Біріншіден, менде Инстаграм жоқ. Кім айтты менде Инстаграм бар? Біріншіден, мен Қызылордалықпын. Нұрлан ау Қызылордалық. Бізде Қызылордада система бар, үлкенге қарсы шықпау, үлкенге прикол ұстамау, үлкенмен ойнамау деген
Сол үшін мен коктейль таңдай салайын. Үш шешім бар бізде, короче. А, Б, В деген. Мен Ананы бірінші бітіріп тастайық онда. Көк жақсы негізі ше. Бітіріп тастайық. Осыны таңдаңыз. Давайте. Мынаны таңдадым. Давайте, ұзын таңдайын. Ал кет. 4. Болды. Қиын ештеңе жоқ, Маченский братан. Бізде меню бар. Менюда 4-шісін таңдап тұрсыз қазір. 4-ші таңдап тұрсыз. Қазір біз сізге әдемілеп тұрып коктейль дайындап береміз. Бізде семечки бар. Піске, да? Бізде зефир бар. Бізде перец бар. Өте жақсы көрем. Өте ащы перец. Және бізде қымыз бар. Ерекшелеп, ең бірінші қымыздан бастаймыз. Зефир. Макс брат, қаншалықты жақсы көресіз, соншалықты салам. Жақсы көрем ғой Макенскийді мен. До конца ғой. Бәрін өте жақсы түсініп тұрмын. Өте қатты, өте қатты, өте қатты. И ана үшіншісінде өте қатты жақсы көрем мен. Мына жерде енді құттай ойланбайсыз ба? Ұят болады. Мені біреу аяды ма жаңа? Кетті. Өте ащы бұрыш, зефир, пісте шемішкі және қымыз. Қазір шуым қатты болады. Ал, бисмилля. Дайындалыңыздар. Кеттік ал. Жоқ, мынаны до конца шу көріп қойын, бұрттау көріп қой. До конца ғой, брат, бұл передача. Тормоз дегенге Маченскийді жаза беріңіздер онда. Өте әдемі коктейль дайындалды. Қазір біздің қонағымыз ауыз тиетін болады. Шелек адам. Шелек адам. Шелек адам. Шелек. Маченский брат, сіздің құрметіңізге арнайы дайындалған шынайы махаббатпен біз сізге сәттілік тілейміз. Соңғы сөзіңіз. Соңғы сөзім, Нұреке, сіз үшін, братан. Маған бір рөл керек еді деген сияқты, Нұреке, сіз үшін. Мен салған жоқпын. Қызылордалықтар ағаларын осылай сыйлайды мен сияқты. Тамақтың жаманы болмайды. Нан шамалы тағы да болмайды, Сәттілік. Шелек адам деген мен оның қызап кетіп отырады. Кету керек. Отыр. 3. Турцияда жүрмін, Турцияда жүрмін. Қандай отыр. Пиздес. Атак. Арасында не болды мына? Зефир, Қымыз. қымыз, шемішкі, сосын ащы бұрыш. Ернім ғана күйіп отыр, ащы бұрышпен жүрсін айтайын. Сол ащы бұрыш қой бәрін құртылған. Ащы бұрышты качественный Қызыл дәрі дейді бізде үкіметтен. Просто Макс брат сізді қатты жақсы көріп тұрған. Смело, вперед деді ғой. До конца ғой, Макс брат. Сонымен сізде 3 ұпай, сізде 5 ұпай, біз жалғастырамыз, кеттік! Так. Макс брат таңдаңыз. Бізде 6-шы тапсырма. 6-шы тапсырмада бізде не бар? Қиын ештеңе жоқ. Просто интересно, как раз сіздің типажыңызға өте жақсы келіп тұр. Сторис салу керек болады. Арабтардың футболына ставка тігуге бола ма деп Нұрлан Имамды белгілепті. Арабтардың футболына ставка қоюға бола ма? Нұраған белгілеп Бля, братан. Кім шығарады ма сұрақтарды? бәріміз ақылдаса отырақ. Блядь, пахуй. Арабтардың енді мен ол комментті көргем негізі ше. Постыңа енді Нұрлан Нұрлан. Жоқ, бұл сұрақ смело сұрауға болады. Ол кісі тойда да отырады ғой. Нұрлан Имамға қоясыз сосын. Мәке бола, саған не болды? Ұялмай сұрай берсеңіз. Нұреке, мына жерде ағайындармен отырмыз, мынандай бір сұрақ сізге. Өзіңізде қалмайды. Нұреке, мынандай сұрақ болып тұр. Дискуссия болып жатыр мына жерде. Арабтардың футболына ставка қоюға бола ма деген сұраққа жауап алмай жатырмыз. Соны айтып жіберсеңіз өзіңіз бізге. Бля, прикинь, натуре ғой. Дискуссия болып жатыр мына жерде. Арабтардың футболына ставка қоюға бола ма? Кімнен жазатын бұрды? До конца ғой, мына кісі кәдімбеші. Мына кісі до конца ғой, достар. Мына алдыда салып жіберді. Құрмет, қошемет! Сонымен загрузка аяқталды. Сонымен 10 ұпай Макс братта. Маченский, мы отстаем. Почему так?
Почему так? Мы должны исправить ситуацию. Надо резко. Потому что мы любим братаны свою. Ал кеттік. Бір ал. Вот. Братан жақсы номер 1 таңдады. Номер 1. Ох-ох-ох-ох. Маған сондайлар келе ма, чисто Бірақ мынаны бар ғой, енді. Жоқ, мен Менше ойладым негізі, мына тапсырма негізі түспейді шығарды. Вообще ешкімге түспесе екен деп ше. Ну енді в любом случае түсіп тұр ғой. Подсолнечный маслоның бағасын түсіруді сұраймын. Үй жақта боди массаж қымбаттап кетті. Ехала, давайте. Қымбаттап кетті. Өткені үй жақта боди массаж қымбаттап кетті да. Все. Мына кісі проблема зайдет деп отқан сияқты. Мен прямой эфирге шығып кетейін бе? Пістемайдың бағасын түсіруіңізді сұраймын. Өткені үй жақтағы боди массаждардың бағасы қымбаттап кетті. Үлкен өтініш сізден түсіріңізші. Үлкен өтініш сізден түсіріңізші. Міне. Сен далбайсың ба далбай? Мен далбайпын. Бірден қараңыз. Мен сразу сұраққа жауап берейін. Маченскийға құрмет, қошемет! Человек до конца! Человек до конца! Братан, бірде бір ғой. Болды, қазір телефон істемей қалмасын енді. Айттым ғой, қызылордалық болмаса болды, смен үлгі. Кеттік, Макс брат. Сонымен бізде 8 ұпай, 10 ұпай. Традиционға карточка. Традиционға карточка. Марат Оралгазиннің фотосын салып. Ағам Қазақстандағы ең онша емес шаш үлгісі номинациясына қатысып жатыр. Лайк басып қолдап кетейікші деп. Ой, қазір сразу ондай затты біз түсінетін дұрыс жауап, дұрыс сұрақ түсіпті маған. Қазір Марат Оралгазин. Сол суретін салып жүру керек. Марат Оралгазин. Медетович. Картинки дейді. Google'дан картинки. Так, шаш үлгісі. Енді Міне мына суретін алайықшы. Міне мына суреті. Енді Макс братан, енді сіз салатыңызға біз увереніміз. Сіз қазір просто мына кісіге мүмкіндік берейікші. Қандай мүмкіндік берейік? Мысалы, қазір сіз 5 очкомен абсолютно чемпион болып кетуіңізге болады. Просто мына кісіге мүмкіндік бере отырып, можете мына таңдауға жасап көрейік та дегеніміз ғой. Сіздің де мысалы коктейль ішкеніңіз, может, көргендеріңіз қызыққа деп тұр ғой, короче. Бұл жерде мысалы ингредиенттер бар, может, что-нибудь попробуем, может, палауға новый нәрсе ойлап табармыз. Онда балансымды пополнить етпелі. Ладно? Сондай вариант. Давай. Или мынауға қатысы. Анаған ұрайық. Болды. Екінші таңдадыңыз меню. Самый добрый, самый. Қой, әзілдеп отыр. Давай, кеттік. Қанша? Екі. Бізде екінші менюмен танысу басталады. Кеттік. Бұл бізде гранатовый сок. Гранатовый сок. Гранатовый сок па, тасол ма? Гранатовый сок, помидор, Казанаки. Пока нормально. чипсы Қателер. и орех. Ой, нормально, братан. Просто может вдруг палауға, может где-то бір ингредиентке. Соус болайын деп тұр ғой. Все, олай болса біз коктейль дайындауға бастық. Сок кетті. Гранатовый сок. Чипсы. Пока нормально. Чипсы поставим бірге кетеді. Орех. Нормально. Пока нормально. Все по чуть-чуть, все очень красиво. Гранатовый сок норма, пиво, он вообще нормально. Анау несін алып тастайсыз ба? Алып тастадым. Помидорын алып тастай сал деймін. Анау веткісін сал да, помидорын алып тастайын. Бір палауға қанша помидор кетеді? Бір палауға 0 помидор кетеді. Салмайды ғой да? Сала ма? Салмайды. Давай битик. Мен мынаған қазір до конца ішсем, шелексіз. Маған 5 ұпай. Болды. Кестік. Егер Считается. тақи болмай жатса, обратная связь жадыңызда тұр. Дайындап қойдық. Кеттік па? Кеттік. Біз дайынбыз. Шапалақтап, санамайсыңдар. Ох. Макс, брат. Бес ұпайға Макс, брат. Лайықсыз.
Бүйте ма? мынау зор қошеметке лайық емес. Считайте. Дәмі қандай? Жақында Макс Пловта. Жаңа соус. До конца коктейль. Беспай береміз ғой. Конечно, братан, даже. Так, сізде 8 ұпай. Да, мен тырысып көрейін. Бұл кісіде 15 ұпай. Соңғысы қалды, ешқандай давайте. таңдаусыз. Кеттік, аламыз 2. 1-2 ғой сіздікі. Чисто. Ұнатып, үйленейін деп ұсыныс жасаған қызым список Айкиден шықты. Не істейін ағайын, до конца ма? Сторис. Айканың списогі ма? Ай, бля, оның бәрі қызым ғой шындай. Бәріне айнайып бергенмін ғой десің. Оның спискісі мен ғой шығарған. Ұнатып, үйленейін деп ұсыныс жасайын деп жазған қызым список Айкиден атып шықты. Не істейін ағайын, до конца ма? Енді менде бір қызық ұсыныс болып тұр. Мен аның жай ғой көріп сал жүруге болады. Бойдақ, бойдақ, данный момент. Бұл Нұрекеңе вызов емес қой. Анау қызыл деген... Қазір бұл кісіде 8 ұпай дұрыс қой. Сізде 15 ұпай. Абсолютный чемпионға бір қошемет деп қойыңыздар. Человек на расслабоне, на вайпе, енді біреудің не істегенін қарап. Давай былай жасайық. Давай көтерейік ставка. Енді 2-ші сезон жеңілдікте жасайық да жігіттерді. Мына қызыл өте қиын деп айтты. Біліп тұрмын. Өте қиын, өте. Мынадан да қиын, мынадан да қиын. 5 ұпай, бұның да ұпай, 5 ұпай. Қазір 5 ұпай алған мен де Макс братқа жетпей қаламыз. Мен теңестіргім келіп тұр, потому что бәріміз бір саладамыз, ешкім істеп қалмасын. Егер мынаны істесең. Мынаны істесек 15-15 Да, онда хорошо, жастарға жол берейік енді. Но бүйтейік. Өз таңдап, қызыл, сіз таңдайсыз. Давай, бүкіл заданияларды атап шық, мен ішінен ең қиын таңдайын. И сосын? И Маченский жасайды соны. Жасаса, базарыне теңестіреміз. Так, онда былай жасайық, оны тапсырмалар мынаның ішіне ғой. Мынаның ішіне сіз таңдаңыз, давайте, мынаның ішіне сіз таңдаңыз, айтпай қойып ішінен. Ең қиынын таңдаңыз, мынаның ішінен. Міне, соңында ұятсыз дауыс... Атақ жеп қоямын. Жей алмайым бір сразу. Соңында ұятсыз дауыс шығаратын видеоны туысқандар группасына жіберіп қою деген жаман емес. Так, тірі піспеген ет жеу. Или, чат, или... Братан, сіз таңдаңыз, маған. Давайте-ка. Біз інілеріңіз ретінде... Накажите нас. Перед Новым годом. Накажите нас перед Новым годом. Чтоб после Нового года созвониться, братан. Где моя кожаная одежда? Так. Бар, бәрді айтып. Ұятсыз видео қандай түрде ол? Соңында ішін дауыс шығарады. Дауыс шығарады. Ол үшін прикол болды. Бүйтіп басталаттан да ше, андай күшті болып ше, андай тумал қарап. Мамасы, папасы бәрі тумалан бәрі қарап отыр. Ағайындар ғой. Енді бұл кісі жүргеннен кейін бәрі қарайды. Ойбай, не? Моңғой бірдеңе шыққан шығар, қарайық. Моңғой бірдеңе шықты. Бастап отыр да, и сосын. Ойбай, өтек. Сол реакцияны түсіреміз ғой, да? Түсіреміз да, ол реакцияны? Түсірейік. Да? Менде бүткіл туысқандарым бар, бір чат бар, отбасы деген. Касайыңылардың, короче, маған касайыңылардың бәрі бар. Шығып кеткің келіп жүр ма? Себепті алып жүрген. Бәрі бар касайымыз. Соны просто маған, это десе. Жоқ, былай ғой. 8 март жақындаған сайын, бір мейрам жақындаған сайын, 2 күн бұрын андай нелер жіберді ғой. Мейраммен 8 март құтты болсын, бүгін 1 желтоқсан деген сияқты жібереді. Маченскийға Макс браттың таңдаған тапсырмасы қиыны. Соңында ұятсыз дауыс шығатын видеоны туысқандар группасына жіберіп қою. Ол еще ерекше. Тексеріп алайық, кім бар ішінде? 2 адам болса да, чисто. Міне отбасы деген чатым бар мен. Қанша адам бар екен? Жоқ. Бізде отбасыда ондай қатты миллион адам деп айтамын. Миллион адам ба? Мен қараңыз. Мен бар, мамам бар. Емел, әже. Видеосы жоқ. Ойбай өтек. Мына қалай сөндіретін еді, ойбай өтек. Бля, хотя бы хитта жүрген дауысты қоюға болмады ма? Дейтін же, мынау вообще сөйлемдермен ғой. Давайте. Чё, или дискс па?
Airdrop ашық па? Жібереміз и реакция күтеміз. Иә, күтеміз. Давай. Мына жерде әже ата деген бар да. Ал. Тойға шақыру деп басталады. Әжесі түсінсеші. Еще әжесі до конца көрмей, басқа группаларға жібере береді. Батя, кешіріңіз. Бір-екі удар бол. Нормально үйреніп қалдық. Сосын осыдан кейін жаңа Айканың спискісін жақсы жер. Кетті бірден. Уже оқыған ба? Қарап отыр. Жолда. Опа. Кім қарады? Парадес. Фарадес? Туған інім ол Нұрсұлтан. Нормально ол. Нұрсұлтан нормально. Парадес уже только кетіп жатыр. Парадес, молодец. Кукарадный. Інім күліп жатыр. Түсініп жатыр. Темада. Поддержка беріп жатыр. Иә, мама теледо жазып жатыр. Түсінігі бар екен. Мама теледо жазып жатыр бірден. Пахан жастығын есіне алып, жастық шағын қазір. Жоқ, батя әлі көрген жоқ. Батя көрмесе екен. Мама, Ұзақ жазып жатыр. Андай вообще клавиатураны суырып телефоннан ше кәдімгі. Так. Так, сен... Мынауың енді бір түрлі дейді да көп нүкте қояды ғой. Давайте видео жүрейікші. Да, видео. Давайте. Мамка, чтоб мамка не переживает. Мама это святой. Қалайсыздар? Мен шоудамын, короче. Шоуда осындай сұрақ берілді. Отбасы деген группа осы жазу үшін. Сонымен ол кінәлі осы кісі негізі. Орындалды, Маченский. Сәлеметсіздер ме, отбасы, папасы, мамасы, кешірім сұраймыз. Бұл шоу балдарыңыздың до конца екенін тексердік, және бұл жігіт дәлелдеді. Сіздер өте мықты жігіт дүниеге келдіңіздер, тәрбиеледіңіздер. Бірақ дауысы мына жігіттікі. Рахмет сізге. Батя. Әдемі, өте әдемі, өте көңілді. Базару нет. Burada. Дайынды, короче. Енді қысқа нұсқа шоу жайлы. Шоу жайлы, әсерім керемет. Негізі адреналин. Жаңағыдай мен келген кезде мен до конца көрмептім да ол шоуды. Бірақ өте қызықты болды маған. Әр мына шығарған карточка шығарған сайын кішкене қорқып отырдым, не болады екен деп. Бірақ бұндай терапия тоже өмірде қажет. Сіздерге рахмет. Бұл да бір адамның андай барьерін тоже не қылады да, алып тастайды да. Комплекстері болсын, айта алмай жүрген мысалы үшін өмірде. Сол сияқты бүгінде кішкентай өзіме терапия болды. Бұл да бір белгі деп қабылдаймын өзіме. Сіз подписка жасап, лайк қойып, комментарий жазып отырыңыздар ағайындар. Маченский, саған вообще рахмет. Сен кәдімгідей бүткіл экспериментті жалғыз сен істедің. Іштің, құстың, салдың. Бірақ сонда да мәкеге жете алмадым. Енді опыт дейсіз, опыт человек. Біз асып өтпейміз никак братандардан бірдан. Жастарға үлгі болу керекпіз ғой бізде просто. Орта буын болып отырғаннан кейін. Алған әсеріңіз? Жоқ, негізі алған әсерім, мен негізі былай жақсы қараймын сіздердің нелеріңізді, осындай бағдарламаларыңызды. Бір 2-3 күн кешіп қалады шығармын, бірақ обязательно қараймын. Ғайысханды қарадым, бәрін қарап шықтым. Мынау 2-ші сезонның бірінші қонағы болған өте қуаныштымын, өйткені мынаны ютубтан көре алмаймыз ешкім ше. Мынау заданияларды ешкім дайындықсыз келеді да, сонымен дайындықсыз келіп, осындай қылып 2-ші сезон осындай қылып вообще басқа күшті көркейіп қалғанбыз. Басқа деңгейге өскеніне өте қуаныштымын. Сіздерге тек қана алға, тек қана алға. Біз бүткіл әртістер Қазақстан үшін ғана басуымыз керек деп ойлаймын. Өте дұрыс. Өзің үшін без, Қазақстан үшін деп. До конца бізбен бірге болған Макс Брат пен Маченскийға шын жүректен алғыс білдіреміз. Соның ішінде ерекше алғыс біздің демеушіміз болған Жұлдыз шоу той ұйымдастыру орталығына алғыс білдіреміз. Тойларыңыз болса хабарласыңыздар, қазақтың тойы бітпесін, хиттарыңыз көп болсын, барьерлеріңіз алатын көп болсын, өмірде до конца барыңыздар. Саламатшылық байып сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар. От души.